көрермен, біз жарнамадан оралдық. Ортада Жандос. Және Жандос өзінің хатымен. Кімге келген хат? Балауса ханым, бұл жерде хат Заринаға, белгісіз жаннан. Белгісіз жаннан? Зарина, келіңізші. Жаңа ғана ортаға шақырам деп еді, Саддәулет қайда шығып кетті? Сізге жазылыпты. Кімнен екен жазылмаған, оқып жіберсеңіз? Сен мен үшін білесің бе қымбатсың, деп ішімнен жүрегімде тіл қатсын. Сен мен үшін құпиясың ашылмас, сен мен үшін шешілмеген жұмбақсың. Әлемдегі ең керемет жан, дәл қазір Сұлтан Бентке қарашы. Қандай жазу? Қатысушыларға қарашы. Қатысушыларға қарашы дейді. Қатысушыларда не бар? Мәссаған, әрине ол біздің Саддәулет. Тығылып отырып ар жағынан шығып келе жатыр. Мәссаған, не ала қойыңыз? Мәссаған, үлкен аюмен, шарларымен келіпті. Саддәулет, it's a girl, гендер патидің жазуы сияқты көп ма? Не болды неге? Балауса ханым, қалайсыздар? Азанда бір шаруалармен жүрген бол. Сөйтіп, қатты асығыс болдым мен ше. Сөйтіп, гүл сататын жерге барып енді алып жатырмын ғой, бәрін тез алдым да, сөйтіп, жүрек шар бар ма деп алдым. Сөйтіп, сала салғам ғой машинама қарамай. Сөйтсем, мен қызды болдым деген екен. Мәссаған, қыз деген мағынаны білдіретін жазу ғой. Бірақ енді былай аударсақ та болады ше. Енді қызсыз жүрдім ғой 2 күн ба, 3 күн ба. Қызым келді, қызды болдым мен. Нормально? Жақсы, ойлап қалдық енді пати бола ма деп. Сіздер жайлы сөйлесеміз дедік, жайғасыңыздар. Зарина, тосынсый ұнады ма? Отырғыз қойыңыздар менің қасыма. Микрофонымыз екінші қайда кетті? Сізде орындықта болса ала қойыңыз. Жайғасыңыздар. Саддәулет, бірінші Зарина, тосынсый ұнады ма сізге? Әрине, мүлде андай. Шынымен кәдімгідей тосынсый болды. Түсінбей отырмын ғой, Саддәулет қайда қасымда. Жаңа ғана отырып еді. Ондай кешіп келетін жоқ еді ғой деп қойым. Бір өзі жоқ, қайта кетіп қалды деп ойымдап отырсам, тағы біреумен ұрсып қалды ма, сөзге келіп қалды ма деп ойымдаймын Саддәулеттен. Бірден қыз баланып кете ма деп. Сөйтсем, күшті тосынсый жасап қойыпты, өте күшті, прям қуанып қалдым. Болды, главный саған наса болды. Қалайсыздар, Балауса ханым, қалайсыңдар, қатысушылар, ассалаумағалейкум, бәрі жаңа көргенімізге қуаныштымыз енді. Ортада болмадық қой, біраз қанша болды, 3 күн жоқ болды ма? Шыны керек енді. 3 күн қайда болды? Сағындым кәдімгідей. Іштей бір настроением түсіп кетіп, өз жерде қазір көз балдар отыр ғой, қасында жағында жүрген жақындарым жоқ. Айтады, сен шынымен де Зарина кетіп қалса, эфирге де нең жоқ екен ғой, шыны керек, келгің де келмейді екен ғой деп бәрі біледі енді. Амалсыздан андай күліп, бір жоқтығын білдіртпеуге тырысам, бірақ шынымен де іздейді екен ше бұл кісіні андай кәдімгідей. Болады, бір нәрсе жетпей қалады деген бір нәрсе. Зарина, болмадыңыз эфирде? Мен осы соңғы күндері өзімнің туған әпкемді ұзатып, сол Түркістанға барып қайтқан едім. Ата-анам барлығымыз туған туыстар жиналып, үлкен той жасап, ұзату жасап, сол жаққа 2-3 күнде барып қайттым. Сол аралықта Саддәулет шығарып салды. Барлығы айтып жатыр ол жақта. Жана жездеңе ұқсайды екен Саддәулет дейді. Саддәулет қайда, барлығын сұрайтын. Сол негізі тойға шақырған Саддәулетті. Мамам да шақырды, әпкем де шақырды. Келсін, Саддәулет қонақ болсын, біздің баламыздай болып кетті ғой деген сияқты. Сонымен бірақ Саддәулет ұялды, ертең сөз жүрсе тағы да болады ғой енді, әлі таныстықта бұл кісілер деген сияқты. Дегенмен солай ол жақта өте көп адамдар сұрады, өзім туыс әпкелерім де сұрады, кішкене андай жүрексініп қалады екенсің ше. Бәрі жақсы, енді шынайы бізде барлығы деп айтып жатырмын, бірақ андай қорқатсың да, шынымен осы адам ба, қалай болады деген сияқты. Бірақ негізі мынандай болды, шынымен соңғы 2 аптада менде күшті, барлығы керемет болды, өзімді өте бақытты сезіндім. Шынымды айтсам, отношенияда мен никогда олай өзім бақыт сезініп көрмеппін. Мен айтатын едім ғой, мен жобада ғашық болсам, ұнатсам, білінеді ол нәрсе деп ше. Мен білдіре алам ол нәрсені, бірақ бұған дейін болмағанда ондай сезімдер, ондай өзімді жайла сезіну,
Сәтдәулеттің шынайы махаббатын сезініп сүйікті болу деген нәрсе прям күшті екен ше. Сол нәрселер маған қатты ұнады. Не деген сөздер, үнемі көп ашыла бермейтін, соншалықты сезімдерін айта бермейтін Заринадан мұндай сөздерді есту біз үшін ақыры шынымен де Сәтдәулет барынша тырысып, сіздің көңіліңізді тауып сөйтіп жүргенінің белгісі ғой енді. Иә, дұрыс айтасыз. Сол 2 аптаның ішінде кәдімгі күшті болып келе жатты да. И Сәтдәулетте де менде де проблемалар болып қалды да. Арамызда андай бір түсініспеушіліктер болып жүрді ғой алдында. Болмайтын нәрсеге сөзге келіп деген сияқты. Себебі мен ешкімнен ештеңе күтпейтін қызбын ше. Бәрін өзім жасаймын, өзім ала аламын. Кез келген өзімді қуанта аламын, бірақ бізде уже біз деген нәрсе болғаннан кейін келесі бір адамнан сол нәрсені күтіп қалады екенмін да. Мен өмірімде бірінші рет болып қалды да. Неге сен сұрамай сол нәрсені жасамайсың? Ол тосын сізді не үшін айтасың деп. Негізінде сіз өткен жол тойға барғаннан кейін күтіп алды деп айтып жатсыз ғой. Күтіп алды ғой, Қайда? Тойға барып келгеннен кейін. Жоқ. Күтіп алған жоқ. Бірақ шығарып салды. Шығарып салды. Күтіп алған кезде мен кездесу фото видео бар ма негізі? Бар. Көріп алайықшы, көрермен де көріп отырсын. За окном дожди, за окном дожди, за окном дожди, за окном дожди, ли-ли-ли, за окном дожди, ли-ли-ли. Слезы рекой, как тебе это надо ли? За окном дожди, ли-ли-ли, крошка, пойми, что ты достойна в этом мире большего. Мы днями разными. Ой, қандай әдемі. Негізінде өзінің ғашығының, жақсы көретін адамның жанында ер адам бір кішкентай бала сияқты болып кетеді ғой, солай сияқты. Мына видеода сіздің секіріп Балсахан. Иә, қазір тоқтай тұршы әрер. Балсахан, бірдеңе айта салайыншы. Не болды? Осы жерде бір Заринаның пикмилығы бір Сәтдәулетке өтіп кеткен ба, бір видеоға қарасам. Иә, тасында, молодец. Қазір әңгімемізді айта берейік, бұны айтпады деп есептеңіздер, бәрі жақсы. Бұл жоқ. Баласахан былай ғой, шыны керек, мені көрген кезде көп адам ше, үнемі Заринаны сұрайды ше, қалай айтсам болады, бізде енді айтады ғой, Сәтдәулет, мен бәрін көрдім, отношенияларыңды деген сияқты, бірақ именно сен Заринаға келген кезде қатты өзгересің деген сияқты ше. Мен шынайымын да бұның қасында, ешқандай бір бай болып көрінгім келмейді, болмаса бір қалай айтсам болады, бір өзімді бір строить етпеймін да, мен шынайымын, үйімде проблемам ба, бәрін айтам ше, потому что мен бұл қыздан болашақ көріп отырғаннан кейін осы нәрселерге алдын ала бейімделе берсін, то что мен шынайы жүзімді көре берсін, барда да жоқта да, бірақ Аллаға шүкір қасымда андай поддержкасын береді. Мен шынымен де айтайын, алдыңғы жылы бізде таныстық болды ғой, бірақ қазіргі таныстық мүлде басқаша. Зарина қазір андай жақсы жағына өте қатты өзгерген, қалай айтсам болады, іздейді, уайымдайды. Мысалға, бүгінде тамақ іштім ба дейді, мелочь нәрсе ғой. Ішпеген, мен азанда білет, шаруаларым бар екен. Сол тамағыңды шылшы, саған тамақ алып келдім деген сияқты нәрселер мен жүрегімді жылтып қояды да. Одан кейін мен жақтан да андай әңгімелер болады, мынандай нәрсе істемей ақ қойшы десем, бір әңгімеге келмейді, даже минутта ойланбайды. Білет та, ол маған сенеді, сол үшін сен ғой маған керегі деген сияқты нәрсе тұрады да төменде. Болды, жарайды, оны істемеймін дейді да, сол жерден теманы жауып қоямыз. Одан кейін алдында білесіздер ғой, қатты ұрыстар болып жүрді кәдімгі дейді, түсінбей кеттік ше. Мен де ойлап кеттім андай. Может, енді қолымнан келген бәрін істеп жатырмын ғой, мен қайқа не істей беремін енді, болмаса болмайды онда, ол қайырлысы деген сияқты әңгіме болды арамызда ше. Бірақ енді шүкір, бізде қандай нәрсе мәселе болса да әйтеуір бір адам қымбат кезде айтады ғой, жаңа Айбек пен Эдуардан темасы болып жатқан кезде мен де өзім сөйтіп жатсам да ойланып отырдым да. Маған бұл адам қымбат болғаннан кейін мен барып сұраймын бұдан. Не болды, не нәрсе тревожить етеді, не ұнамайды саған, нені өзгертейік, екеуміз бірде өзгерейік, бір-біріңе махаббатта, бір-біріңе дұрыс былай бейімделмесең, бір жақтан ол бола берсе, ол жалықтырып жібереді адамды. Сол үшін екі жақтан қазір взаимность бар, Аллаға шүкір, былай тек қана күлген жүзін, андай қуанып жүрген жүзін көріп жүремін да. И маған бәрі айтады, қолдаушылары да айтады Заринаны, өзім қолдаушыларым айтады, Зарина сіздің қасыңызда өте ерекше, әдемі, сондай басқа жағынан құлпырып жүр деп ше. Соған мен де бұның күлген жүзін көріп, мен де бақытты болып жүрмін. Көз тимесін, енді бір саналы қарым-қатынас деп айтқым келіп тұр сіздердікін. Себебі шынымен де
бір бірімізге қарсы емес, екеуміз бірігіп ортақ мақсатқа, ортақ қарым-қатынас, сол үшін бір бірімізден сұраймыз. Ешқандай да тәкаппарлық жоқ, бір меншілдік жоқ. Кезек-кезекпен мен елесе аламын, немесе айтып тұрсыз ғой, біз мүлдем талқыламаймыз. Жасауға болмайды, яғни Саддәулетке ұнамайтын дүниені тіпті талқыланбастан біздер бірден ол тақырыпқа сол жері бар аха. Минутқа келмей, даже секунд ойланбайды, болды саған ұнамай ма, болды дей салады да, болды. Мен де сөйтемін кейде. Иә, Балауса ханым, сонымен алдында естеріңізде болса, мен бір шешіммен отырдым деп едім ғой, Саддәулет тосын сый жасаған кезде. Сол кезде Саддәулетке ойлағам, тоқтатамыз ба деген секілді ойлар болды. Немесе пауза жасаймыз ба. Білмеймін, маған бір мәні болмай кеткен сияқты болды. Сол кезде ше, бір айта шаршап, жаңа қатты күтіп қалған шығарым, кінә өзімнен болды деп ойлаймын. Солай тоқтатамын деп ойладым, бірақ Саддәулет айтты, мен пауза деген нәрсеге шыдай алмаймын дейді да. Маған 5 минут сенсіз невозможно деген нәрсені айтты. Мүмкін сол бір шешімі қазіргі деңгейге жеткізіп тұр, Саддәулеттің дұрыс шешімі деп айта аламын. Мүмкін сол кезде тоқтатып қалсақ, дәл қазіргідей өрбімес пе еді деп ойлаймын да. Балауса ханым. Балауса ханым. Мен бір тәтті әңгіме айтайын десек, неғып естесіңдер, ей. Жоқ, Арина айта берсін, шариарды айтамын да, бір рахат. Балауса ханым. Айтайыншы. Енді Балауса ханым, енді Заринаны білеміз ғой, осылай бір арақатынастары қазір жанұя сияқты болып отыр да, күшті болып отыр да. Бірақ осылай келеді де Зарина. Маған бір нәрсесі ұнамай қалды дейді да, тоқтата салатын әдеті бар да осындай. Бір тағы да осындай нәрсе қайталана ма деп отырмын да мен бұл жерде. Жоқ, мен айтып кетсем бола ма? Негізі екеуіне қарап мен прям таңсанып отырмын, әдемі жұп болады деп ойлаймын. Мен бірақ қана сұрағым бар. Жақсы, не болды қыздар? Бірақ қана сұрағым бар. Қашан жұп боласыңдар? Негізі сол сұрақтан басқа сұрақ жоқ сияқты сендерге. Болды, қазір. Енді былай ғой, мысалға көріп отырмыз ғой, енді біз саналы түрде, біз өзімізді саналы жұппыз деп санаймыз. Жоқ, андай, бір асығыстық жоқ бізде, андай, бір любой нәрсен, Заринада да ол қасиет бар, менде де бар да. Мен любой нәрсені ойланып істеймін. Ертең болашақ бар ма бұл нәрседе, жоқ па, сол нәрсені өзі де қояды, ол сұрақты андай, қалай айтса болады. Мен саған толықтай сенем ба, сенбеймін ба деген сияқты ше. И менде де болады да. Қазір айтып алсам бола ма? Сонымен біз жұптыққа әлі асықпаймыз, бұйырса қалай айтсам болады. Саналы түрде бір-бірімізге толық сенімді болған кезде саламыз. Балауса ханым, мен айтып кетсем бола ма? Негізі айтып кете салайыншы, Айнар өтініш. Арина сөзіңізді Иә, до конца. Негізі анау сезонда да екеуі сөйлесті. Осы сезонда қанша болды сендер танысықтарына? Где-то 2 ай ма? 2 айдай болып қалды, иә? Енді 1 ай болады. Енді 1 ай болып қалды ма? Мен бір келгеніме уже шынымен уже бет қарап отырсақ, ұзақ сөйлескен жандар ғой мыналар. Негізі сендер уже жұп болу керек сияқтысыңдар негізі. Уақыты келген сияқты. Мен шыны керек осы сұрақты түсінбей өтетін шығармын. Расымен ше, қашан жұп боласың деген. Біз енді жұп болған кезде айтпаймыз ғой, ертең 15-30-да жұп болайын деп жатырық деп. Ол нәрсе жарияланбайды ғой жалпы. Адам жүрегінен шыққан кезде болмаса өзінің бір ыңғайлы уақытына қарайды деп ойлаймын ол нәрсені. Енді мен жауап айтып қайтарсам бола ма? Негізі мен уақытын сұраған жоқпын, күнінде сұраған жоқпын. Просто мен ақылым айтып жатқаным, сендер уже қанша болды сөйлесіп жатқанда жұп болатын уақыт болды ғой деген сияқты. Просто Арина, саған сұрақ қойыншы. Айтшы. Саған тема салатынға сен в курсе болдың ба, білдің ба сен? Білген жоқпын. Вот видишь, ол нәрсе сондай нәрсе ғой. Ол Заринада білген жоқ. Мен уақытын сұрап жатқан сіз мені түсініп жатқан жоқсыз вообще. Арина, жынданбашы, нормально ба? Мен жынданбаймын. Керемет. Жұп болуға дейін. Зарина, бізде дәл қазір жарнама, жұп болудан басқа қандай жаңалықтар бар, жарнамадан кейін білеміз.